Сәлем достар, бүгін бізде таңғы асқа француздық омлет пуляр. Ол үшін бізге 3 үлкен жұмыртқа не 4 кішкентай жұмыртқа қажет. Сары уыз бен ақ уызын бөліп аламыз. Ыдысқа сары уызға 1 ас қасық, сосын тұз қосамыз. Дәндеуіштер саламыз. Мен тек қана тұз салдым. Өздеріңіз қалауыңыз бойынша бұрышта қосуларыңызға болады. Ақ уызды блендермен соғамыз, өзінің формасын ұстағанға шейін. Ысы табаға өсімдік майын жағып, сары уызды құямыз. Сосын оның бетіне ақ уызымызды саламыз. Тегістеп салып, қақпағын жабамыз, 5 минутқа бұқтырып қоямыз. Бес минутте біздің омлетіміз дайын болады. Осылай бүктеп тарелкаға саламыз. Егер де қызанақ болса, қызанақпен беруге болады, немесе басқа көкөніспен. Мен классикалық бальзамды пайдаландым дәмдеуіш ретінде. Бұндайды любой супермаркеттен алуға болады. Мына омлетіміз өте дәмді, нәзік, сонда воздушный болып шығады, үлпілдеген. Бұл француздық омлет. Пуляр деп аталады. Өте бұрпылдақ, нәзік, осындай воздушный болып шығады, керемет тәтті. Пісіріп көріңіздер, балдарыңызға, жолдасыңыздарға ұнайды деген ойдамын. Лайк басып, менің каналымызға жазылуды сұраймын. Қарағандарыңызға рахмет.